екі опера қызметкерлері келді. Телефон ұрланды деді басында. Кеттік деді ровдға. Бармайын дегенде сол жерде күш салып бастады ғой. Есік алды. Сөйтіп анам мен әкем жауап ажыратты. Одан кейін әкем бірге бардық ровдға. Сөйтіп ровдға кіргеннен бастап әкем шығарып жіберді сырттан. Сізге болмайды деді. Қандай айып тағылды сол кезде? Ішке кірдім, кіргеннен бастап отырғызып сұрақ қойды. Ұра бастады уже. Қыз ұрладым деді. Қыздың ағасы. Содан кейін бір 3-4 қосылды уже олардың араларына. Ұрды, сосын ана мойындап қойды, общем, сен мойында. Общем, айтасың, қазір үйіңе кете бересің деген сияқты. Таңғы сағат 10-11-ден кеш сағат 9-10-ға дейін сөйтіп ұстап жүрді ровдың ішін айландырып. Сол уақытқа дейін тоқтаусыз ұрды ма? Иә. Общем, біреусіге ұрып кетеді, біреусіге боқтап кетеді, солай сияқты. Сөйтіп төртеуміз бір-бірімізге көрсетпей, ары-бері. Общем, ешкім түсінген жоқ. Келді, қыз зорладың деді, болды ұра бастады. Мойында. Уже соңғы жағында қыздың одастықтарын көрсетті, одасты жеке куәлігін көрсетіп, осындай қыз зорлапсың деді. Кеш сағат 9-10-да уже неге апарды? Больница. Телескіге апарды, ондайға тексерген жоқ. Кіргізді, өзіміз деді, общем. Өзіміз деді, футболканы бір көтерді, артқа бір айландырды, әкелді. Қыздың ағасы келді, нағашы ағасы соңғы рет. Мойында ең соңғы рет, мойындамасаң аяқтан тірі шықпайсың деді.